Намыс болған оқиғасымен 1984 жыл шілденің шіліңгір ыстық күні Семей облысындағы Аякөз қаласында бір тосын оқиға облыс тұрғындарын дүр сілкіндірді. Қазандықта от жағатын Қайырбек деген азамат күннің ыстығынан шөлін басайын деп жанында орналасқан сыраханадан сыра ішейін деп сонда басын сұғады. Екі саптаяқ сырасын алып сусындап отырғанда көрші столда отырған Кәптауынан келген үш шешен жігіттерінің бірі қызып алып, кез келген қазақтың жігітіне 3 сом ақша берсем, саптаяғымды тасып зыр жүгіреді дейді. Ызаға булыққан Қайырбек, айтқан сөзіңді қайтала, дейді. Оны өзінің сорын айтқанын қайталап береді. Қайырбек, қазақтың намысына тигенің үшін қазір сенің басыңды кесіп аламын, дейді де сыраханадан шығып кетеді. Біраздан соң қайтадан оралып, әлгі сөзі айтқан жігіттің жанына келіп, менің намысыма тиген сөзің үшін қазір мен сенің басыңды аламын, дейді де әлгі қарқылдап отырған жігіттің шашын ұстап тұрып, отырған жерінде кеңірдегінен бауыздап жібереді. Бүкіл сырахананың іші у-шу болып, барлық сыра ішіп отырған жігіттер далаға қашып шығады. Қайырбек асықпай бауыздаған жігітті жолындап басын кесіп алады да көшеде тұрған қоқыс салатын жәшікке лақтырып жіберіп, өзі тура сақшыға, милицияға тартады. Бірнеше күн қамауда жатқан Қайырбекке шешен жігіттері бір амалын тауып кездеседі. Сонда Қайырбек, сендер ана бауырларыңнан артынан қуғыншы болып келіпсіңдер, сендер де сол жаққа барасыңдар дегенде, олар шығып жүре береді. Ұзақ жылға бас бостандығынан айырылған Қайырбекті этаппен Семей қаласына келеді. Ертеңінде Моншаға барғанда, дейді. Осы әңгімені айтып отырған жігіт Қайырбек қандай жігіт екен деп көргісі келеді. Сотталған адамдардың ұн жорғасы түсіп, көңілдерінде кірбің болса, Қайырбек бір тойда жүрген адамдай, көңілді, қажылықта бара жатқан адамдай жанында жігіттермен әңгімелесіп тұр екен, дейді. Жақындап келіп қарап едім, жанары жасындай жарқ еткенде көзімді тайдырып әкеттім. Ұлттың намысын таптаған тоң мойындары әлде бар. Дегенмен оларды басқа бір тәсілмен де беттерін қайтаруға болады. Сол азамат аман есен еліне оралса, қаныпезер ретінде емес, батыр ретінде қабылдай алады ма екен, деп әңгімесін аяқтады жігіт ағасы. Қай заманда да намысы бар ұлт жоғалмаған мемлекетті де намысы бар азаматтар қорғаған екен. Ерді намыс, қоянды қамыс өлтіреді деген сөзді бабалар бекер айтпаса керек. Әрине бұл оқиғадан жастар үлгі алсын деген оймен жазылған еді. Қазақ қыздары да өз намысын қорғау үшін атқа отырғанын тарихтар білеміз. Егемендік алғаннан кейін Қайырбек түрмеден босап, Башқұртстанда қайтыс болыпты. Иманды болсын марқұм. Ұлттық намысты қорғау үшін ұлттық намысы бар азамат болуы керек. Оқыған Қуаныш Толбекұлы, жазба Facebook парақшасынан алынған.